Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, өте жұмсақ бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су құйып, оған қант, ашытқымызды және тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Сосын алдын ала електен өткізілген ұнды жаймендеп қоса отырып, осылай венчикпен араластырамыз. Кейін қолмен осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Оның бетін пищевая пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ал енді салмасына қайнатылған картопқа қуырылған пияз, дәміне қарай тұз, бұрышты салып, жақсылап езіп аламыз. Оның үстіне жылы сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Бізде осындай бір келкі әдемі салма шығу керек. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыз көтеріліп, дайын болды. Мен оны бір рет қайтарып алдым, ал сіздер бірден жасай берсеңіздер болады. Оны біз осындай бөлшектерге бөліп алып, бір-біреулеп қолмен жайып, салмасын салып, осылай бәліштеріміздің барлығын дайындап аламыз. Кейіннен қысып тұрған майға салып, екі жағында қуырып аламыз. Отымыз орташа болу керек, себебі қатты отта іші піспей қалуы мүмкін. Біздің бәліштеріміз дайын. Баршаңызға ас болсын, және менің видеом ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.